Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи газ және мұнайға серік газдар. Бүгінгі сабақта оқитын тақырыптар бойынша табиғи газдар туралы түсінік, табиғи газдарға жататын химиялық элементтер, газ өнеркәсібі, мұнайға серік газдар. Табиғи газ жер қойнауларында органикалық заттардың анаэробты бөлінуі кезінде пайда болған газдар қоспасы. Табиғи газ пайдалы қазбалар қатарына жатады. Табиғи газ қабаттарда орналасқанда газ тәріздес күйде жекелеген шоғырлар түрінде немесе мұнай газ кен орындарының беткі бөлігіндегі арнайы газдың қабат ретінде немесе мұнайда, кей жағдайда суда ерітілген күйде де болады. Қалыпты жағдайда табиғи газ тек газ тәрізді күйде болады. Сондай-ақ табиғи газ гидраттары түрінде кристалл күйінде де кездесе береді. Табиғи газдың иісі мен түсі болмайды. Табиғи газға жататынында табиғи газдың негізгі бөлігін метан 92-ден 98%-ға дейін. Табиғи газдың құрамына ауырлық көмірсутектер метанның гомологты күрі кіре алады. Этан, пропан, бутан, сондай-ақ басқа да көмірсутек емес заттар да кездесіп жатады. Сутек, күкірсутек, көміртек диоксиді, азот, гелий. Химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері тұрғысынан сан түрлі болып келетін, әртүрлі геологиялық және биохимиялық жағдайларда ұшырасатын газ жатындарының жалпылама атауы. Олар бірнеше түрлерге жіктеледі. Табиғатта кездесу жағдайына орай атмосфера газдары, литосфера газдары, гидросфера газдары және органикалық әлем газдары болып төрт түрге бөлінеді. Көрініс беру пішіндеріне орай газогендік газдар, газ түзім газдары, айналым газдары және аралас газдар болып түрге бөлінеді. Химиялық құрамына орай көмірсутекті газдар, көмір қышқыл газдары және азот газдары болып үш түрге. Жарал табиғатына орай биохимиялық газдар, литохимиялық газдар, радиоактивтік газдар, ауа газдары және ғарыш газдары болып бес түрге бөлінеді. Бұл газдар сайып келгенде әртүрлі агрегатты жағдайдағы күрделі табиғи жүйелер құрамына бөлініп, дараланған заттар қоспасы болып табылады. Олар қалыпты жағдайда газ түрінде ұшырасады. Табиғи газдардың сан түрлілігі олар туындайтын табиғи жүйелер сипатымен және олардың газдарды бөліп шығару жағдайларымен анықталады. Өздері туындайтын табиғи жүйелер сипатына орай табиғи газдар, таужыныс газдары, газ гидраттары газы, мұнай газы, табиғи су газдары және жерасты газдары болып бірнеше түрге бөлінеді. Табиғи жүйелердің газ бөліп шығару жағдайына орай табиғи газдар өздігінен бөлініп шыққан газдар және әдейілеп өндірілген газдар болып екі топқа жіктеледі. Газ өнеркәсібі дегеніміз табиғи газ кен орындарына барлау жүргізеді. Мұнай, көмір мен тақтатастан жасанды газ өндіруді, газды тасымалдауға және оны өнеркәсіп пен коммуналдық тұрмыстық шаруашылықта пайдалануды қамтитын отын өнеркәсібінің бір саласы. Газ өнеркәсібі әсіресе ақш-та, Канадада, Мексикада, ерте кезден дамыған Англия, Франция, Бельгия, тағы басқа елдер 18-ші ғасырдың соңында тас көмірден жасанды газ өндірісін жолға қойды. Ресей мен Қазақстанда 20-шы ғасырдың алғашқы жартысына дейін табиғи газ өндірілген жоқ. Тек мұнай кәсіпшіліктерінен аздаған газ алынып тұрды. Газ калориясы жоғары, тасымалдануы жеңіл, бағалы химиялық шикізат. Өндірісте пластмасса, химия талшықтарын, синтетикалық каучук, азот тыңайтқыштарын алуда қолданылады. Газ өндіру 1920 жылда жекеленген сала ретінде Маңғыстау алабын игерген кезде пайда болды. Оның серпіліп кең көлемде өндірілуі Қарашығанақ кен орнын игеруіне байланысты болды. Қазіргі кезде республикамызда 100-ге жуық газ қоры барланды, бірақ оның 2-ден 5 бөлігі Қарашығанақ кен орнының үлесінде. Келесі ірі кен орындарына Қарашаған кені, Сонажол жатады. Газдың негізгі қоры көбінесе мұнай газ кен орындарында мұнаймен бірге кездеседі. Оңтүстігімізде Шу, Сарысу газ алабы біртіндеп қолға алынып игеріле бастады.
Мұнайға серік газдар пайда болу кеніне табиғи газдарға жатады. Олардың бұлай ерекше аталуы мұнай кенімен бірге кездесуіне байланысты олар мұндай ерікті күйде болады. Немесе мұнай кенінің үстін бүркіп жатады. Мұнай жоғары көтерілгенде қысым кенет төмендейді. Газдар сұйық мұнайдан бөлініп шығады. Ертерек кезде мұнайға серік газдар пайдаланылмайтын, мұнай өндіретін жерде оны жағып жіберетін, қазір ондай газдардың жинап алады. Өйткені олар табиғи газ сияқты жақсы отын және бағалы химиялық шикізат болып табылады. Құрамында метанмен бірге басқа да көмірсутектер этан, пропан, бутан, пентаның едәуір мөлшері бар болғандықтан серік газды пайдалану мүмкіндігі табиғи газға қарағанда тіпті едәуір үлкен. Сондықтан табиғи газға қарағанда химиялық өңдеу жолымен серік газдан заттарды көп мөлшерде алуға болады. Қолдануына қарай серік газдарды тиімді пайдалану үшін оларды құрамдарын жақын қоспаларға бөледі. Пентан, гексан және басқа көмірсутектердің қалыпты жағдайда сұйық күйде болатын қоспалары газды бензин түседі. Одан кейін пропан мен бутанның қоспасы бөлінеді. Газды бензин мен пропан бутан қоспасын бөліп алғаннан кейін құрғақ газ алады. Оның басым көпшілігі метан мен бутан қоспасынан құралады. Газды бензин құрамында өте ұшқыш сұйық көмірсутектер бар. Сондықтан оны двигательдерді оталдырған кезде тез тұтандыру үшін бензинге қосады. Пропан мен бутан сұйытылған газ түрінде жанармай ретінде тұрмыста пайдаланылады. Құрамы жөнінен табиғи газға ұқсас құрғақ газ әдеттелген сутегі және басқа да заттар алу үшін сол сияқты отын ретінде пайдаланылады. Мұнайға серік газдар химиялық өңдеуге арналған және жеке көмірсутектер этан, пропан, бутан тағы басқа бөлініп алынатын қанықпаған көмірсутектер алынады. Бүгінгі сабақ бойынша үйге тапсырма табиғи газды пайдалы қазбалар қатарында жатқандықтан табиғи газдың қабаттарында жер қойнауында орналасқан газ тәрізді күйде жекеленген шоғырлар түрінде немесе мұнай газ фенолының беткі бөлігінде арнайы газды қабат немесе мұнай кей жағдайда суда ерітілген күйде болады. Және осы бүгінгі тақырып бойынша сіздерге үйге тапсырма табиғатта табиғи газдың табиғатта кездесу жағдайына орай неше түрге бөлінеді. Екінші, көрініс беру пішіндеріне орай неше түрге бөлінеді. Химиялық құрамына қарай неше түрге бөлінеді. Осы тақырып бойынша үйден жазып келесіздер. Сау, саламатта болыңыздар.